Қайырлы күн, құрметті біздің көрермендеріміз. Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейінде өтетін кезекті экскурсиямызға хош келдіңіздер. Біз өткен экскурсиямызда бейнелеу өнерінің жанрлары мен түрлері туралы айтқан болатынбыз. Ал бүгінгі экскурсиямызда біз сіздерге сол бейнелеу өнерінің бір түрі кескіндемеге толықтай тоқталамыз. Бүгінгі күнде оны сыршырай деп те аударып жүр. Сыршырай немесе кескіндеме станоктық және монументалды болып екіге бөлінеді. Станокты кескіндеме кенепте және крагисте жасалады. Станокты кескіндеме бұл, яғни музейлердегі ілініп тұрған картиналар. Ал монументалды кескіндеме әртүрлі архитектуралық нысандарда салынады. Бұлар үйлер, діни ғимараттар, мешіттер және тағы да басқа жерлерде салынатын мозаикалар мен витраждар. Кескіндеме, кескіндеу өнері бұл бейнелеу өнерінің бір саласы. Белгілі бір заттың бетіне, кенепке немесе ағашқа, қағазға, тағы басқа зат беттеріне бояу арқылы салынатын көркем шығармалар. Кескіндеме заттың сыр сипатын, нәрсе мен кеңістіктің қарым-қатынасын, сәуле мен көлеңкенің құлпырымын үндестіре бейнелейтін көркемдік және танымдық қуатымен ерекшеленеді. Ол көрерменнің сезіміне, ойына әсер ету арқылы эстетикалық ләззат береді. Кескіндеме туындылары жеке бір тұлғаны, дара көріністі бейнелеп қана қоймай, күрделі сюжетке, оқиғаларға құрылған шытырман соқтығыстарды да бейнелеп, олардың мәнін ашады. Кескіндеме дәуірдің рухани мазмұны мен әлеуметтік дамуын бейнелеп қана қоймай, көрерменнің сезіміне, ойына әсер ету арқылы бейнеленген шындықтан тәлім алып, өзінше қорытынды жасауына себепкер болады. Сондықтан да кескіндеменің қоғамдық тәрбиелік мәні өте зор, және ол деректемелік мағлұмат та бере алады. Кескіндеменің пайдаланатын құралы сәуле, бояу және рең. Сәулені бояу реңдерімен нәзік астастыру арқылы өмір құбылыстарының айқын да шынайы көріністері жасалады. Суретші шеберлігінің көрінер жері де осында. Заттың сыр сипатын, нәрсе мен кеңістіктің қарым-қатынасын, сәуле мен көлеңкенің құлпырымын, қысқасы кең дүниенің барлық жарасымын тауып бейнелеуде кескіндеменің тіліндей нәзік те, өткір де тіл жоқ. Ол көрерменді өзіне бірден баурап алады. Яғни Қазақстандағы кескіндеме өнерінің шебері, осы Қазақстандағы бейнелеу өнерінің дамуына үлес қосқан, қазақ ұлтынан шыққан алғашқы кәсіби суретші ол Әбілхан Қастеев. Біздің музей қорымызда негізінен музей қорымызда 11 мыңнан астам экспонаттар бар десек, соның көбісі осы кескіндемелік жұмыстар. Оның ішінде ТМД елдері суретшілерінің, қазақстандық суретшілердің және қарағандылық суретшілердің туындылары бар. Қазақстандық суретшілер атап айтатын болсақ, ол жаңа айтып өттім, Әбілхан Қастеев, Қанафия Телжанов, Сабыр Мәмбеев, Айша Ғалымбаева, Гүлфайрус Исмаилова, Тоқболат Тоғысбаев, айта берсек өте көп. Ал қарағандылық қылқалам шеберлерінің ішінен қазақ ұлтынан шыққан алғашқы қарағандылық кескіндемеші, табиғи дарыны мен талантының арқасында сондай биік шыңға көтерілген суретші, ол кәсіби білім алмаған, бірақ соған қарамастан бейнелеу өнерін шарықтау шегіне жеткізген ол Райымқұл Есіркеев. Және ол әке жолын жалғастырып, осы кескіндеме өнерімен айналысып, яғни суретшілікпен айналысып жүрген оның екі ұлы Қуаныш Есіркеев, Мейрам Есіркеев. Сонымен қатар осы бейнелеу өнерінің майталман суретшілері деп айтар едім, Абылқасов Мингиш Мәуленович,
сонымен қатар Қалқабаев Мұрат Абдраманович, Крылов Виктор Иванович, Қалмаханов Ситмахан, Жүнісов Марат, Мұстафин Бейбіт және тағы да басқа, Шамшин Вениамин Вячеславич, өте көп суретшілер бар. Кескіндеме тақырып аясы кең, көп жанрлы, яғни тұрмыстар көріністері онда бейнеленуі мүмкін, соғыс жанры, хайуанаттар тақырыбы және тағы да басқа көптеген, яғни өндірістік пейзаждар бейнеленуі мүмкін кескіндеме арқылы, натюрморттар да кескіндеме арқылы бейнеленуі мүмкін. Осы кескіндеме өнерінде, яғни монументті сәндік кескіндеме, ол жаңа айтып өттік, қабырғаларда бейнеленетін, яғни үйдің ішкі төбесінде бейнеленетін суреттер, ал станокты немесе оны қазіргі кезде қондырғылы кескіндеме деп айтып жүр. Бұлар кәдімгі өзіміздің картиналар. Сәндік суреттер олар театр, кино көріністерін, ондағы киім үлгілерін әсемдейтін суреттер, яғни икона салу, миниатюралар салу, барлығы осы сәндік суреттерге жатады. Кескіндеменің керамикалық бояумен, силикаттық бояумен салынатын да түрлері бар. Мозаика мен витраж да кескіндемемен ұштасып жатады. Кескіндеме туындыларын жасауда акварель, гуаш, пастель, майлы бояу, туш та қолданылады. Кескіндемелік шығармалар негізінен кенепке, ағашқа, қағазға, жаңағы мұқаба дейміз ғой, кітаптың мұқабаларына, тасқа, шыныға, әйнекке салынады. Әдетте олардың беттері жақпа қабатпен сыланып, оның үстіне сырлы қабат түсіріледі. Кескіндеменің баурау еліктіру мүмкіншілігі жұмсалатын бояуға, оны қолдану тәсілдеріне, пайдаланған құралына, яғни ол қылқаламмен салынды ма, немесе мастихин дейді, сондай құралмен салынды ма, соған байланысты. Бояу еріткіштеріне сурет салынатын заттың беті қаншалық бодырлы немесе тегістігіне байланысты. Оның бояуды қаншалықты сіңіретіндігіне де байланысты болады екен. Қатты заттың бетіне салынған сурет пен жұмсақ заттың, жылтыр немесе бодырлы заттың бетіне салынған суреттер ерекше болып білініп тұрады екен. Және сонымен қатар картиналарды жақтаулармен безендірген кезде де оған аса көңіл бөлу керек. Өйткені картинадан жақтаулары, яғни багеттері аса ерекшеленіп тұруға болмайды. Тыңдағандарыңызға рахмет.